Сіз есіңізде ма? Бір Астанада бір бауырымыз бір кішкентай баланы үлкен қабатты үйде ілініп тұрған кезде терезенің ар жағынан келіп құтқарып қалды. Сонда көп адам қатты қуанды, қатты қошеметтеді. Бүкіл әлеуметтік желі ол кісіге ризалығын білдірді. Бүкіл қазақ халқы өре түрегеліп рахметін айтты. Сол кезде халықтың ел ағалары да ол кісіге марапаттарын беріп үй сыйлады, көлік берді. Ол кісіні ұшпаққа шығартып айтқанда көкке көтерді. Бір адамның өмірін сақтап қалды, жас сәбидің. Енді сіз мынандай сөз естігесіз. Құранда Алла тағала айтады дейді: "Мен қатала нафсан биғайри нафсин ау фасадин фил арди кама қатала наса жамиан." Бір адам дейді, бір адамды нақақтан нақақ өлтірсе дейді, ол бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең дейді. "Мен ахияха кама ахиян наса жамиан." Кімде-кім бір адамды тірілтсе, өмірін сақтап қалса, ол бүкіл адамзаттың өмірін сақтап қалғанмен тең деп айтты дейді Алла тағала. Бірақ мына бауырымыз бір баланың өмірін сақтап қалып еді. Біз қандай қылып оны көре алдық, көзіміз жете алды оған, сезін алдық. Бірақ әлемде не деген, Қазақстанда да не деген ағайындар, бауырлар бар, жігіттер бар, ұстаздар бар. Қаншама адамның тозақтан құтылып кетуіне себепкер болып жатыр. Өлім мына дүниеде өлім емес ол. Ана ахиян наса жамиан деген сөз, ол мына дүниедегі өмірін сақтап қалу деген ол Алланың алдында аз ғана түсінік ол. Біз кеңірек алайық. Ана дүниедегі аман қалуы, ана дүниеде тірі қалуы, мәңгілік өмір сол жақ өйткені. Сол жақта аман қалып қалуға себепкер болып жатқан Абдуғаппарлар деп жатыр. Сол жақта аман қалып қалуға себепкер болып отырған Арман Қуанышбаевтар деп жатыр. Бұл ұстаздарымыз кезінде өз кезінде келіп, қаншама адамның намазға келуіне, қаншама адамның арақ шараптарын тастап, күнәдан алыс болуына себепкер болып кетті. Біз енді сол ұстаздарымыздың жолын қуып, солардың ісін ары қарай жалғастыра алсақ деген бір иншалла арман біздікі. Біз енді шамамыз келгенше тырысамыз.